Варикозда вена тамырлары кеңеюі әйелдерде жиі кездеседі. Вена тамырларының эластикалығы төмендеуі нәтижесінде пайда болады. Варикоздың себептері: тұқым қуалаушылық, гиподинамия, артық салмақ, ауыр физиологиялық жүктемелер, ішкі қан қысымын көтеретін аурулар, оральды контрацептивтер және гормоналды дәрілер қабылдау, жүктілік және босану, бұлшықеттік тонус әлсіздігі. Варикоздың алдын алу: бұлшықеттік тонус жоғарылату жаттығуларын жасау, ауыр күштеме түсірмеу, артық салмақтан арылу, ОК қолданудан бас тарту, спортпен айналысу. Варикозды вена тамырларының кеңеюін анықтау: УЗИ, төменгі аяқ тамырларын қарау, ультра дыбысты доплерография, жалпы қан анализі, биохимиялық анализ, коагулограмма. Варикозды кеңею бар болса және варикозды кеңею мүмкіндігі жоғары болса, арнайы жаттығулар жасау керек. Жаттығуларды күнде 30 минут уақытыңызды бөліп жасасаңыз, варикозға жоқ дейсіз. Варикозды кеңею болса, ұзақ жүру және бір орында ұзақ тұруға болмайды. Венозды іркілісті болдырмау керек. Варикозды кеңеюдің асқынуы өкпе артериясының тромбоэмболиясына алып келеді. Варикозды кеңею кезінде веналық тамырларда қанның іркілісі пайда болады. Ол ағзаға өте зиянды асқыныстарға алып келеді. Емі тек дәрігер тағайындаумен. Гепаринді жақпамай немесе гельдер қолдану. Гепарин тері астылық енгізу, қабынуға қарсы стероидті емес дәрілер, диклофенак, ксефокам. Физиотерапия: электрофорез, гепарин немесе тетралексипен, тарсонваль микроциркуляцияны жақсартады. Көп мөлшерде су ішу қанның қоюлануын алдын алады. Варикозды вена кеңеюі сізді мазалайды ма? Ем қабылдап жүрсіз бе?